Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздермен бірге ревматоидты артрит ауруын талқылайтын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ревматоидты артрит бұл бұрыннан белгілі ауру болғанмен де толық даму себептері осы уақытқа дейін жіті анықталмаған. Пайда болу себебі бірнеше факторларды атап өтуге болады. Біріншісі ген ерекшеліктері, яғни тұқым қуалау. Екіншісі инфекциялық агенттер. Соның ішінде біз Эпштайн бар және стрептококтарға көп назар аударамыз. Симптомдары көбінесе ревматоидты артрит өте баяу басталады. Кей жағдайларда буындардың бірден сіресіп, ісінуімен жедел бастама алып жатады. Назар аударатыны ревматоидты артрит кезінде алақан саусақ, проксимальды фалангаралық, табан және бақай, сонымен қатар тілерсек буындарын ревматоидты артрит кезінде зақымдалу бейім болып табылады. Осы ерекшелік ревматоидты артритті басқа артриттерден ажыратуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар буындар таңертеңгілік уақытта ұйқыдан оянғанда сіресумен басталады. Науқастар сіресуді әртүрлі сипаттайды, тар перчатка немесе корсет секілді деп. Науқастар қозғалысы айтарлықтай шектеліп қалады. Ал аурудың күшейген сатысында буындар қайтымсыз зақымданады. Анкилоз қалыптасып, теріде трофикалық өзгерістер қалыптасады. Кеш сатысында тек ревматоидты артритке тән деформациялар қалыптасады. Яғни қол ұшы морж қанаттарындай сыртқа қарай қисаяды. Бұдан бөлек буыннан тыс зақымдану көріністері болуы мүмкін. Ем жоспарында, яғни тез әсерлі қабынуға қарсы препараттар, сонымен қатар базистік терапия, иммунды жүйені реттейтін препараттар мен шараларды қолға алу қажет. Жергілікті еңбек ететін болсақ, буынішілік енгізулер енгізіледі. Емдік дене шынықтыру мен сонымен қатар курорттық ем қажет. Қажет жағдайда хирургиялық емді де жүзеге асырады. Ескере кететіні, ем шараның барлығы әр науқасқа әртүрлі, ауру сатысына, науқас жағдайын ескере отырып тағайындалады. Видео соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Осында медициналық ақпараттар шығып тұрғанын қаласаңыз, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ал егер де өзіңізді қандай да бір медициналық сұрақ мазалайтын болса, онда комментарий бөлігіне жазып кетуіңізді сұранамын. Мен сізге қалайда жауап беруге тырысамын.